ілгері дамыған қоғам үшін педагогикадан артық ғылым жоқ. Алдамшы үлкен бір идеялардың жетегінде жүрдік. Мемлекеттің барған сайын білім беру саласынан, соның ішінде әсіресе мектептен күтері көбейеді. Тіпті мектеп салынған күннің өзінде мұғалім қайдан табылады. Өзіміздің ұлттық мектептің үлгісін шығара алдық па 30 жылда. Назарбаев зияткерлік мектептерінің оқушысы мен қатардағы ауыл мектебінің оқушысының арасындағы алшақтық 6 жыл. Яғни біздің балалар әріп таниды, әріптен сөз құрастыра алады, бірақ оқыған нәрсесін түсінбейді. Әр бала әртүрлі форматта оқығанды қалайды. Курсераның жақсы жері бұл дүние жүзіндегі ең жақсы, ең мықты деген 180 университеттің курстарын бір жерге жинақтап отыр. Өкінішке қарай қазір бізде қазақ тіліндегі ортаның талқылайтын идеялары көп емес. Адамдар бірге екендігіне сену арқылы бірге болады. Оны біріктіріп тұрған қан емес. Әр заманда өзінің нарративі керек. Қайырлы күн көрермен, бұл ұлттық құрылтай сұхбаты. Біз студияда ұлттық құрылтайға мүше азаматтармен еліміздегі елеулі мәселелер бойынша пікір алмасамыз. Бүгінгі студиямыздың қонағы Білім медиа групп басшысы Рауан Кенжеханұлы. Саламатсыздар ма? Қош келдіңіз. Рауан мырза, сіздің жалпы интернеттегі ақпаратты жалпы өзімізде жеке білеміз. Білім саласында, мемлекеттік қызметте, дипломатияда, тіпті ұлттық пікірсайыс орталығында да қызмет еттіңіз. Ал енді сіздің өміріңізде білім саласы ерекше орын алады деп айтсақ қателеспейтін шығармыз. Қазіргі кезде сіздің ойыңызша еліміздегі білім саласы қалай дамып жатыр? Пандемиядан кейін білім саласын цифрландыруда қандай өзгерістер болды? Қазіргі кезде оның динамикасы қандай? Осы туралы пікіріңізді айтсаңыз. Мен бар, содан кейін біз бірге жұмыс істейтін топ бар, Білім медиа групп деп сол себепті аталамыз. Бұл пікірлес, ниеттес адамдардың бір осы білім құндылығы төңірегінде топтасуы, бірлесуі деп оқу керек. Біз болған саналы түрде келдік, себебі ел үшін біздің мемлекет ретінде алдымызға қойған үлкен мақсаттардың іске асуы үшін бізге әуелі кезекте осы білімнің сапасымен айланысу керек деп ойлаймыз. Өйткені адами капитал болмаса, біздің кез келген саладағы үлкен жоспарларымызды, мақсаттарымызды іске асыратын адам болмаса, қабілеті бар, білігі бар, өресі бар, ешбір мақсат іске асуы мүмкін емес. Сол себепті менің ойымша біз барлық деңгейде мемлекеттен бастап, қоғам бар, бизнес бар, әрбір жеке тұлға бар, отбасы бар, барлығымыз осы өскелең жаңа ұрпақтың адами капиталының негізін күшейтуге жұмыс істеуіміз керек. Онсыз ұлт болмайды, онсыз біз үй салмаймыз, онсыз біз бірде-бір осындай алдымызға қойып отырған ұлы мақсаттардың ешқайсысына жете алмаймыз. Ал енді біздің білім беру жүйесінің алдында тұрған мәселелер туралы айтатын болсақ, бұлар енді қазір мынандай бір көп айтылатын сөз трендтер. Бірақ енді трендтің де тренді бар. Себебі дүние жүзіне ортақ трендтер бар. Кез келген салаға қатысты. Соның ішінде біздің жұмыс істеп жүрген білім саласында да түрлі трендтер көп айтылады. Бірақ соның ішінде трендтің барлығы Қазақстанға немесе қазақ тіліндегі білім беру жүйесіне тікелей қатысты болмауы да мүмкін. Біз соның ішінде өзімізге қатысы бар маңызды бағыттарды, бізге тікелей әсер ететін трендтерді көре білуіміз керек деп ойлаймын. Өйткені енді ғылымдық деңгейде айта аламыз, бәрін қадағалап, бақылап, зерттеп отырмыз. Өйткені бұл біздің саламыз. Жаңағы білім саласындағы цифрлы технологиялардың кең етек жайып дамуы, соның негізінде жаңа персонализация, білім берудің жалпы барлығына емес, жеке әр адамның жеке қабілетін ескеруге бағытталу деген секілді. Одан кейін осы дәстүрлі білім беру мен жаңа әдістемелердің арасындағы біріне ықпал етуі, гибридті білім беру әдістемесі деген сияқты. Бірақ оның бәрін айтсақ, біз кішкене ауытқып кетеміз деп ойлаймын. Бізге шын мәнінде қазір нақты алдағы 5-3 жылдың ішінде біздің білім беру жүйесіне, біздің мектепке, сосын енді жалпы жеке шешім қабылдауға отбасы ретінде, ата-ана ретінде, оқушы ретінде ықпал ететін негізгі бағыттарды ескеру керек қой деп ойлаймын. Соның ішінде
біздіңше қазір енді ерекше әрі күрделі әрі маңызды нәрсе бұл білім берудегі мазмұнның жаһандануы. Глобализация деген ұғым бар. Сіздер енді зерттеуші ғалым ретінде оны жақсы білесіздер, саясаттанушы ретінде. Бірақ сонымен бірге бұл ғаламдану қазір білім беру саласына да өте қатты ықпал етіп жатыр. Барлық ұлттық білім беру жүйелерін бір форматқа, бір мазмұнға келтіруге тырысып жатыр. Жаңағы біз көп айтатын PISA секілді халықаралық зерттеулер, соның негізінде қалыптасатын халықаралық рейтингтер, не болмаса адами капитал индексі секілді нәрселердің барлығы, ОИСР мемлекеттерінің жасайтын зерттеулері, не болмаса әлемдік банктың шығаратын рейтингтері, осының барлығы түптеп келгенде ұлттық білім беру жүйелерін бір қалыпқа түсіруге жұмыс істеп жатыр. Яғни сіздер жаңағы математиканы оқытыңыздар, жаратылыстану пәндерін бізге керекті форматта оқытыңыздар, ағылшын тілін білгісіңіз, үйретіп шығарыңыздар, IT-ді білсін деген сияқты. Ал енді сіздерге жаңа өздеріңізге қажетті тарих, тіл, әдебиет, өлкетану, география деген нәрселерді оқытсаңыздар оқытасыздар, оқытпасаңыздар өздеріңіз біліңіздер деген келеді. Бірақ біз мемлекет ретінде рейтингтерге қосылғаннан кейін біз жаңа қойған талапқа мойынсынуға мәжбүрміз. Сол себепті біздің білім мазмұнын жаңарту бағытында білімдегі проблемалар талқылаған кезде біз көбірек осы ғаламдану бағытындағы қойылған талаптарды көбірек ескереміз де, ал бірақ ұлт құру, ұлттық құндылықтарды ескеру, Қазақстан азаматын тәрбиелеу, қазақ азаматын тәрбиелеуге керекті білім мазмұнының бөліктерін екінші, үшінші өзекке қалдырып жатырмыз. Менің ойымша бұл қазір енді кішкене ашық айтылып, одан кейін мазмұн қалыптастыратын әдістеме талқылайтын ортада ашық айтылуы керек. Себебі білім мазмұнының ғаламдануындағы негізгі мақсат бұл әлем азаматын тәрбиелеу идеологиясы. Және ол идея ашық айтылады. Бір кездері тіпті біздің стратегиялық құжаттарға да кіріп кетті ол. Біз білім беру жүйесінде әлем азаматын тәрбиелеуіміз керек деген. Әдемі естіледі, бірақ әлем азаматы ол қазақ азаматы болмайды. Әлем азаматтылығы ұлттық мемлекетті, шекараны, белгілі бір мүдделерді ескермейді. Ондағы нәрсе адам өзінің қабілетін ұштау арқылы, білім жинау арқылы, қазіргі әлемге, қазіргі экономикаға қажетті білік қалыптастыру арқылы өзін кез келген жерде жақсы сезіне алу керек. Бітті. Ал ұлттық білім беру жүйелерінің негізгі мақсаты ертең елге қызмет ететін, сол мемлекеттің мүддесін қорғайтын, сол елдің әдебиетін, мәдениетін, экономикасын, басқасын дамытуға үлес қоса алатын азаматтар тәрбиелеп шығару. Сол себепті бұл Қазақстанға қатысты емес, жалпы кез келген ұлттық білім беру жүйесін дамытып жатқан мемлекеттер мен жүйелердің ғаламдық процестермен өзара бір қайшылығы. Менің ойымша алдағы уақытта бізде осы қайшылықтан туындайтын түрлі мәселелер өзектілігі арта түседі. Екінші өте маңызды нәрсе, қазір енді біздің бір жағынан қуанатын жағдайымыз бұл мемлекеттер барған сайын білім беру жүйесінің екінші, үшінші кезектегі бір әлеуметтік функция ғана емес мемлекет үшін. Бұл шын мәнінде елдің болашағының негізін қалайтын, кез келген салада оның табысты болуына фундамент қалыптастыратын ең маңызды сала екендігі мойындауы. Шын мәнінде ілгері дамыған қоғам үшін педагогикадан артық ғылым жоқ. Оны мойындау, бірақ оны мойындау үшін, оны түсіну үшін қоғам және мемлекет белгілі бір деңгейде өсу керек, есею керек. Менің ойымша біз Қазақстан ретінде, тәуелсіз ел ретінде осы 30 жылдық жолды жүріп өткеннен кейін көп нәрсені жасап көріп, жаңағы осы 30 жылдың ішінде біз экономика маңыздырақ, саясат екінші кезекте болу керек, болмаса алдымен тұрмыс жөндеу болайық, кейін жаңа руханиятқа келеміз деген сияқты сондай бір кейбір алдамшы үлкен бір идеялардың жетегінде жүрдік. Бірақ оны жасап көрмей біз оның қате екендігін түсіне алмас едік. Біз ол арқылы өттік, сол арқылы біраз нәрсе жасап та үлгердік. Шында да ұлт ретінде үлкен жобалар іске асырдық.
астана салдық, индустриализация жасап көрдік деген сияқты. Бірақ енді соның барлығының баяны, берекесі, білімсіз, соны ары қарай алып кете алатын ұрпақсыз, оны өркендете алатын қабілетті, өркендетуге қабілетті, білімі жететін адам болмаса іске аспайтынын көрдік. Сондықтан мемлекеттің барған сайын білім беру саласынан, соның ішінде әсіресе мектептен, мектепке дейінгі ерте тәрбие беру жүйесінен, жоғарғы білім беру жүйесінен және ғылымнан күтері көбейеді, күтетіні, талап ететіні. Бірақ талап ету үшін алдымен жағдай жасау керек екені түсінікті. Сондықтан қазір менің ойымша біз қоғам ретінде де, мемлекет ретінде де осы білім беруге, оның білім сапасын арттыруға барған сайын көбірек көңіл бөле бастаймыз. Соның ішінде жаңағы алғашқы айтқан ғаламдану да осыны талап етеді. Өйткені қазір мемлекеттердің өзара жарысындағы олардың потенциалын және қуатын көрсететін басты нәрсе бұл адам капиталының индексі болып келе жатыр. Ал адам капиталының индексіндегі негізгі көрсеткіш ол білім сапасы. Және оны нақты өлшеудің құралдары пайда болды. Дамытудың құралдары пайда болды. Оның барлығы бұрынғыдай білім беру жүйесі тек білім беру тиіс деген сөзден біз кетіп, білім беру жүйесі, мектеп, адами капитал қалыптастырады деген ұғымға келе жатырмыз. Бұл екі, және қысқа ғана үшінші нәрсе, менің ойымша осының барлығын күрделендіретін және Қазақстан жағдайында бір мүлде жаңа форматтар іздеуге итермелейтін негізгі тренд және ерекшелік ол демографиялық қысым. Біздің білім беру жүйесіне түсіп жатқан демографиялық салмақ артып келе жатыр. Енді соңғы 3 жыл бойы бізде 500 миллиондай нәресте келіп жатыр өмірге. Алдағы 3-4 жыл көлемінде бізге бірінші сыныпқа білім беру жүйесіне жыл сайын 500 миллион бала келе бастайды. 2030 жылға дейін жоғарғы білім беру жүйесінде студенттердің саны қазіргі 650 мыңнан 1 миллионға жетеді. Ал енді осындай үлкен жаңа толқынды біз қабылдауға дайынбыз ба? Инфраструктура тұрғысынан, мазмұн тұрғысынан, мұғалімдердің потенциалы тұрғысынан, кадр тұрғысынан, ұйымдастыру тұрғысынан. Шын мәнінде біз енді қатарына ұмтылатын дамыған елдерде білім беру жүйесі осы балалардың барлығына бір ауысымда толық күн білім беретін, тәрбие беретін мектеп жүйесін құрастырады. Оған біздің шамамыз келмеуі мүмкін. Инфраструктура тұрғысынан тым күрделі, тым қымбат. Тіпті мектеп салынған күннің өзінде мұғалім қайдан табылады деген сияқты. Сондықтан қазір енді жүйенің алдында тұрған үлкен мәселелердің бірі осының барлығына біз қалай қамдануымыз керек, қалай дайындаламыз. Және бұл балалардың барлығын тек білім беру жүйесімен қамтып қана қоймай, ол сапалы берілу керек. Қазіргі дүние жүзіндегі ең ілгері деген тәжірибені, әдістемені, технологияны ескере отырып жасалуы тиіс. Соның ішінде ақпараттандыру, цифрландыру, платформалар, контент жасау, функционалдың барлығын цифрлы күйге айландыру, бұның барлығы осы келе жатқан қиындықтармен бетпе-бет келудің бір амалы. Себебі не бұл мәселелердің барлығын дәстүрлі әдіспен шешеміз, аналогтық форматта, яғни мектеп саламыз, адам тәрбиелейміз, үйтеміз, енді үйреншік нәрселер. Бірақ оған шамамыз жетпеуі мүмкін. Не болмаса бір басқа дизруптивті технологияларды пайдаланамыз, цифрландыруға келеміз, тиімділікті арттыра алатын басқа амалдарды қараймыз. Және ол амалдар бір жерде бар деп көшіріп әкеле салатын нәрсе емес. Соның барлығы енді ғана жаңадан жасалатын дүниелер. Соның ішінде біздің де осы Қазақстанның ішіндегі қалыптасып келе жатқан EdTech индустриясы, Education Technology, осыған өзінің үлесін қоса алатын сияқты. Біз осыған еңбек етіп жатырмыз. Жақсырақ Кежеханұлы, басындағы сөзіңізде жалпы біздің ары қарай қойғымыз келіп отырған сұрақтың бір басын ашып бердіңіз. Ең бірінші шыны керек ғалымдардың арасында әлемде құндылықтар дағдарысы, құндылықтар қайшылығы бар деген пікір бар. Білім беру саласындағы құндылықтар мен құзыреттерді, дағдыларды қалыптастыруды қазір өзекті болып келеді. Өзіңіз айтып отырған ОЕСР елдерінің 2030 жылға дейінгі мәселен компасы жасалған. Сингапур білім министрлігінің мәліметтерін қарайтын болсақ, кәдімгідей алгоритмі дайындалған екен, құзыреттердің балабақшада тәрбиеленуші мен Сингапурды танимын десе,
орта білім кезінде мен оны меңгердім, игердім, ал енді жоғарғы білім кезінде мен Сингапурмен мақтанамын деген, яғни бір сатылы құзыреттер жүйесі қалыптастыру керек дейді. Біздің елімізде білім саласындағы құндылық мәселесі қалай дамып жатыр? Біздің білім беру стандарты, одан кейін ниш мектептерінің жалпы концепцияларын қарайтын болсақ, ол туралы жалпы түсінік бар. Бірақ та осы жұмысты жүйелендіру, нақты бір қалыпқа келтіру, өзіңіз айтып отырғандай жұмыстар қалай жүргізіліп жатыр? Мәселен, бір облыстың орта мектебіндегі және де Астанадағы арнайы мектептің оқушысының арасында бірдей құндылықтарды біз қалыптастыра алып жатырмыз ба қазіргі кезде? Толықтай келісем, білім беру жүйесі бізге ол ұнауы мүмкін, ұнамауы мүмкін, бұл бәрібір, бірақ азамат тәрбиелейтін орта, сондықтан ол саясаттан, саяси күн тәртібінен, қазіргі 5 жылға, 10 жылға жоспарланған күн тәртібінен бөлек қарастырыла алмайды. Бізге ұнамайтын сөз болуы мүмкін, бірақ идеологияның алаңы ол. Және барлық елдерде оны солай қолданады. Себебі 100% жаңадан қалыптасып келе жатқан ұрпақ ұзақ мерзім 10-15 жыл бойы уақыт өткізетін жалғыз сала, бұл білім беру саласы. Сол себепті ертең осы елдің болашағын қалыптастыратын, оның саяси аренадағы, картадағы орнын анықтайтын, қуатын, дәулетін өсіретін кім осы адамдар? Көп елдер одан ұялмайды да, қысылмайды да, оны ашық жасайды. Мәселен, Ұлыбританияның ең атақты ілгері мектептері өздерінің миссиясын ағылшын мемлекетіне қызмет ететін джентльмен тәрбиелеу деп ашық айтады. Және соның ішінен джентльмен ұғымына түрлі нәрселерді салады. Оның дені мықты, денсаулығы мықты болу керек. Компоненттері, білімі өте жоғары болуы тиіс. Одан кейін сезімталдығы өте жоғары болу керек. Және ең бастысы өзін ағылшынның өкілі ретінде танып шығу керек. Ағылшын мемлекетінің, Ұлыбританияның мүддесін қорғаушы, кез келген жерде шашбауын көтеруге, соған қызмет етуге дайын азамат болып шығу керек дейді. Америка Құрама Штаттарында сондай мектептер көп. Мәселен, West Point деп аталатын атақты жас балаларға, ұлдарға арналған, ол қыздарды да қабылдайтын мектеп, әскери мектеп. Соның моттосы, яғни ұраны, country, honor, duty дейді. Ел, мемлекет. Содан кейін ар, немесе намыс, және парыз, міндет. Осылай деп аударуға болады. 3 сөз. Осы 3 сөзді бүкіл мектептің мазмұнына кіргізеді. Сен үшін ең маңызды, ең қымбат нәрсе бұл сенің елің, сенің арың, намысың, және сенің парызың бар. Бітті. Осы құндылықтардың айналасында? Осы құндылықтардың айналасында бүкіл мектептің мазмұны қалыптасады. Мектепті былайша айтқанда мектептен ажырататын көп нәрсе жоқ қой. Мектептің барлығы бала қабылдайды, пән үйретеді, шамамен бір 20-30 шақты негізгі пән бар. Санап үйретеміз, оқып үйретеміз, ойлап үйретеміз деген сияқты. Базалық принцип. Бірақ мектептен ажырататын негізгі нәрсе ол оның философиясы және алдына қойып отырған нақты мақсаттары. Қандай азамат тәрбиелеп шығарғымыз келеді? Бізде 30 жылда Қазақстандағы ілгері шыққан мықты деген білім беру жүйелері, немесе әдістемелері, сіз жаңа өзіңіз атаған Назарбаев зияткерлік мектептері, не болмаса кезіндегі КТЛ мектептері, қазіргі білім инновация лицейлері, не болмаса республикалық физика-математикалық мектеп соның төңірегінде қалыптасқан бір-екі жүйе. Бұлардың барлығы шынында да өте мықты. Және мәселен пизаны тапсырған кезде біздің ниш мектептердің түлектері дүние жүзіндегі ең ілгері 10 елдің деңгейінде нәтиже көрсетіп отыр. Қазақстанда шында да өте мықты мектеп үлгілері бар. Білім беру тұрғысынан стандартты, жаңа айтып отырған ғаламдану, білім мазмұнының ғаламдану тұрғысынан шын мәнінде өте жақсы нәтиже көрсетілетін. Бірақ енді осы мектептердің мазмұнына қарайтын болсақ, бұлар қаншалықты Қазақстан азаматын, ертең осы елге кәдімгі беріле еңбек ете алатын адам тәрбиелеп азамат шығарып жатыр. Және бұлардың миссиялары мен моттоларында елге қызмет ету жалпы идеясы бар ма? Әрине бәрінің ішінде тәрбие жұмысы бар. Оны ешкім жоққа шығармайды. Бірақ жаңағыдей бір ешқандай бір
өзін ұстамай ешқандай жаңағы ашық түрде нақты біз осы елдің азаматын тәрбиелеп шығамыз, не болмаса елдің патриотын шығарамыз деген сияқты әлі ондай мақсат қойып отырған бізде өзіміздің ұлттық мектептің үлгісі әлі көріне қойған жоқ. Енді әріптестер ренже қоймасын, бірақ мәселен Назарбаев зияткерлік мектептерінің мазмұнын қалыптастыруға британиялық мамандар көп араласты. Кембридждің басқа да тіпті басқарушы ұйымдарында, қамқоршылар кеңесінде шетелдік мамандар өте көп. Ол да жақсы. Не болмаса мына қазақ-түрік лицейлері енді атында да тұр, кезінде бізге түрік бауырлардың, ағайындардың ықпалымен және көмегімен жасалды. Оның мысалы осы екі білім беру жүйесінің, осы екі мектептің өзара айырмашылығы көп. Әсіресе тәрбие бағытында. КТЛ-ден шыққан балалар оны жақсы түсінеді, біледі. Және балалар өзара екеуі де мектеп, бірақ екі мектептің ішкі экожүйесі, құндылықтар жүйесі екі түрлі бөлек. Ал енді осы арада біз өзіміздің ұлттық мектептің үлгісін шығара алдық па 30 жылда? Менің ойымша әлі жоқ. Әлі ондай тәжірибе болып көрген жоқ. Біз енді осының барлығын көре келе, осыдан өте келе, әлемдегі тәжірибені зерттей келе, енді соған дайындалып келген секілдіміз. Және оның қажеттілігін енді түсініп жатырмыз ұғынып. Бізге шын мәнінде өзіміздің ұлттық мектептің үлгісі өте керек. Ол бір жағынан дүниедегі бар жақсылықтың, ілгері дүниелердің бәрін ескеріп қамтуы керек. Бірақ негізгі мақсаты, негізгі өзегі ертең елге, Қазақстанға тәуелсіздікке қызмет ететін азамат тәрбиелеу. Ал енді ол неден құралу керек? Ұлттық құндылықтарды қалай кіріктіреміз оған? Тіл, діл, тіпті керек болса дін, оның барлығы ол бағдарламада қалай ескеріледі. Содан кейін сөйте тұра әлемге ашық болу идеясын қалай оның ішіне қамтимыз. Ол қай тілде сабақ беру керек деген сияқты тіпті сұрақтар көп. Мәселен, Назарбаев зияткерлік мектептерінде негізгі пәндердің барлығы ағылшын тілінде беріледі. Бір жағынан жақсы, соған ұмтыламыз, балалардың бәрі ағылшынша сөйлеп тұрғандығын қалаймыз. Бірақ ол жаңағы біз айтып отырған ұлттық құндылықтарды азамат тәрбиелеуге қалай әсер етеді? Оны да ойлану керек секілді. Бұның барлығы ашық сұрақтар. Бұған тарихшыларда, әдебиетшілерде, педагогтарда, түрлі саладағы мамандар араласа отырып бір жақсы талқыға келуіміз керек. Мәселен енді біздің ойымыздағы бір нәрсе, ол да бір талқыға ұсыныс ретінде бізде дайындалып жатырмыз. Мәселен, Абайдың толық адам деген ұғымын біз көп айтамыз. Жаңағы мотто демекші, Абайдың мұрасындағы ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек деген нәрсе дайын тұрған мотто. Оның ыстық қайраты жаңа айтып отырған адамның тәнін, бойындағы қуатын қалыптастыру, күш қуаты. Нұрлы ақылы бұл осы білімі, академиялық деңгейі деген секілді. Жылы жүрегі бұл эмоциясы, эмпатиясы, жаңағы жүрек жылуы, әп-әдемі нәрсе. Шөуін үйлестіре білу. Енді әлемдегі ілгері мектептердің барлығы осымен айланысады. Ал енді осының барлығын өзіміздің енді әрі ұранымыз әрі кезеген жерде жүрегімізде тұратын Абай ғой. Сонымен байланыстыру арқылы біз бір ұлттық мектептің өзегін таба алатын сияқтымыз. Бірақ ол тек қана Абай ғана болу шарт емес қой. Мәселен, біз оңтүстікке бардық, бір әріптестермен ақылдасып отырып, яссауи мектептері болу керек дейді. Неге болмасқа? Дұрыс, әдемі идея секілді. Фараби мектептері болуы мүмкін. Неге болмасқа? Деген секілді. Бұның барлығы біздің ұлттың дүниетанымының маңызды бөліктері. Бірақ ең негізгі нәрсе, біз осы білім беру процесін, барысын, мазмұнын, әдістемесін өзіміздің ұлттық нәрселерге қондыруымыз керек. Және ол өзі іштен шығу керек. Біз оны сырттан көшіре біраз тәжірибе жинадық. Оның бәрін жоққа шығаруға болмайды. Айтып отырған жаңағы елдегі қалыптасқан тәжірибелердің қай-қайсысы да бізге қымбат. Қай-қайсысы да бізге өте көп нәрсе берді, үйретті бізді. Көп нәрсені түсіне алдық. Бірақ енді соның негізінде біз қазір бір өзімізге жақын төл мазмұнды ұлттық мектептің үлгісін шығара аламыз деп ойлаймыз. Ал ол фундамент. Мектепте қалыптасқан нәрсе,
ары қарай жоғарғы оқу орындарына келеді, ғылымға келеді, кез келген басқа салаға тарай бастайды. Яғни менің түсінгенім бір глобалды құндылықтар мен локалды құндылықтардың алтын ортасын табу процесі жүріп жатқан сияқты. Енді сіздің сөзіңіз мына сұрақ қалып келді. Шын мәнінде мектептер проблемасын айттыңыз. Президент бір сөзінде елімізде мына жайлы мектеп деген жобаны ұсынды. 800 мыңға дейін оқушыны мектепте орындармен қамтамасыз етуіміз керек деп. Шыны керек, мына Астана қаласының өзінде 3 ауысымда оқитын мектептер бар. Ал енді сіз өзіңіз бірнеше жыл бұрын қателеспесем, ұлттық мектептер жобасы туралы айтып жүрдіңіз. Осы ұлттық мектеп жобасы туралы тоқтала кетсеңіз, оның жалпы орта мектептен айырмашылық қандай? Өзіңіз айтып отырған концепциялардың қайсысына сүйенеді? Оның барысы мен аяқ алысы қалай қазіргі кезде? Қазір бұл тақырыпқа, бұл ойға деген қызығушылық, оның төңірегінде бір осындай түрлі талқы жақсы жүріп жатыр. Соның өзі қуантады. Біз енді шамамыз келгенше, мысалы Қызылжар ауданындағы, Солтүстік Қазақстандағы бір мектепті, ауыл мектебін әбден ескірген тозған мектепті басқаруға алып, соны толықтай жөндеп, бір жаңа мазмұн алып келуге тырысып жатырмыз. Қызылжар Абай мектебі деп атын өзгерттік. Негізі Петерфильд ауылының орта мектебі болатын. Содан кейін оны бір ауыл мектебінің жаңа үлгісіне алып келгіміз келеді. Біздің ойымызша қазіргі жағдайда ауылдағы әлеуметтік инфраструктура бұрынғыдай емес. Клуб жоқ, стадион жоқ, кітапхана жоқ деген сияқты. Сол себепті қазіргі жағдайдағы ауыл мектебі тек қана ауыл балаларына емес, жалпы ауыл тұрғындарына қызмет ететін орталыққа айлануы керек. Community center сияқты. Community school деген ұғым бар ағылшын дүниесінде, дұрыс айтасыз. Сол қауымдастықтың орталығы мәдени өмірінің, интеллектуалды өмірінің, спорттық өмірінің ошағы мектеп ауыл үшін. Бірақ ондай ошақ ретінде жұмыс істей бастау үшін мектеп кішкене өзінің ішкі процестерін және жалпы жұмыс істеу мәдениетін де өзгерте білуі керек. Ауыл тұрғындарына ашылу керек. Бізде соңғы жылдары түрлі себептермен ата-ана мектепке кірмейді, бөтен адам кірмейді деген бір жабық экожүйеге келгенбіз, бірақ шын мәнінде егер олар кірмейтін болса, басқа қайда барады? Мына біздің жасап отырған мектебіміздің мысалы негізгі ойы сол болатын. Спорт кешендерінің бөлек есіктері бар, ата-аналар келіп кешке волейбол ойнайды, жарыстарын ұйымдастырады, балалармен бірге ойнайды деген сияқты. Акция алаңында бөлек есігі бар, ол мектептің клубы секілді жұмыс істеу керек. Оның ішінде берілетін концерттер, көрсетілетін кино, талқылатын мәдени шаралар, ата-аналарға да бір балалармен қалай қарым-қатынас жасаймыз, балаларға не айтамыз, не үйретеміз. Өйткені бізге қазір барған сайын ата-аналар мектебі де керек болып жатыр. Ата-ана болуға көп жас адамдар дайын емес. Балалармен сөйлесе алмайды. Көп балалардың кейін қатты қиналатын негізгі травмаларының барлығы, психологиялық травмалары, түрлі өзіне сенбеу, басқа секілді мәселелердің барлығы өте жас кезде үйде қалыптасып жатыр. Сондықтан ата-аналарға да көмек керек. Сол себепті мектептегі психологтың кабинеті тек қана балаларға емес, ата-аналарға да ашық болу керек. Осындай идеямен енді ауыл мектебінің бір жаңа үлгісін жасап жатырмыз. Ал енді ұлт мектебіне келетін болсақ, енді бұл жерде жаңағы айтқанымыздай біздің сенетініміз және жасап көргіміз келетіні осы Абай мұрасының негізінде, соны бір негізге ала отырып, бірақ дүниедегі бар озық нәрселердің синтезін қалыптастырып, және осы әлемге де ашық, бірақ өзін қазақ азаматы ретінде танып шыға алатын жас буын тәрбиелейтін мектеп үлгісін шығарғымыз келеді. Ал енді оның ішінде жаңағы негізі компоненттердің бәрі қалай құралады, ол үшін мектептің инфрақұрылымы қалай жұмыс істеу керек, оның барлығы талқы талап етеді. Біз ол бағытта ізденіп жатырмыз. Жалпы қазір дүние жүзіндегі білім беру ортасы өте қатты өзгеріп келе жатыр. Трансформация. Себебі жаңағы о баста мектеп пайда болған кезде ол мүлде басқа мақсаттарға жұмыс істеді. Негізгі мақсат жалпы сауаттылықты қамтамасыз ету, яғни адамдар оқып үйрену керек. Содан кейін ертең заводқа жұмыс істейтін адам тәрбиелеу керек болды. Және сол заводта жұмыс істеуге қажетті дағдыларды ғана беру қажет болды. Содан кейін бір рет берілген білім ол адамға өмір бақи қызмет етеді деген ұстаным болды. Learning for life дейді.
Қазіргі бірақ идеология басқа, қазіргі life learning деген ұғым келіп жатыр. Яғни өмір бақи оқу керек. Өйткені ақпарат сондай көп, өзгеріс сондай жылдам. Сіз мектепте оның бәрін игеріп, не болмаса университетте соның барлығын біліп, содан кейін өмір бақи тек қана соны азық ететін заман өтіп кетті. Қазір ұдай өзгеріс, ақпарат сондай көп, үнемі дамып отыру керек. Яғни бізге керегі баланың бойына үнемі дамуға, өзін-өзі жетілдіруге, оқуға, үйренуге қажетті дағдылар және қабілеттер қалыптастыра алуымыз керек. Сондықтан да мектептің қазіргі негізгі міндеті оқып үйрету, санап үйрену, ойланып үйрену ғана емес. Қазіргі ең маңызды мақсат осы. Өткенде осыған байланысты тағы бір талқы болды, сонда бір ойды айтқан болатынбыз. Адамның миы үнемі бір ләззат іздейді, дофамин бөлетін нәрсе іздейді. Ол сізге ұнайтын дүниелер. Кино көру, видео көру, күлкі, комедия қарау деген сияқты. Шабыт сыйлайды. Ми тыныққысы келеді. Жалпы енді солай құралған физиология солай. Көп энергияны шығармау керек дене, оның бәрін сақтау керек, ол біздің кәдімгі ДНК-мызда. Бірақ миды оқудан да, дамудан да ләззат алуға үйретуге болады. Мектептің қазіргі қызметі сол секілді. Ата-ана ретінде, мектеп ретінде қайтсақ біз баламызды оқығаннан, жаңа нәрсе үйренгеннен, кітап оқығаннан ләззат алуға үйрете аламыз. Оны үйретудің әдіс тәсілдері бар. Әрбір бала бірден үйреген сайын оны мақтап отыру керек. Оны марапаттап отыру керек. Сонда бала жаңағы мен үйрендім, содан кейін мақтау естідім деген сияқты осындай бір өте қарапайым нәрселер арқылы бала үнемі оқуға, қарауға, ізденуге өзін-өзі қамшылап жетелеп отырады. Өзін-өзі жетелеп отырады. Ал енді осындай қабілет қалыптастыра алған бала, ол міндетті түрде бір үлкен нәтижелерге қол жеткізеді. Және ата-ана ондай баланың болашағына алаңдамаса болады. Себебі ол дамымай, өзін-өзі ілгерілетпей тұра алмайтын болады. Жай жата алмайды, бос отыра алмайды. Үнемі бірдеңе іздейді, қарайды, оқиды. Ал ондай болғаннан кейін міндетті түрде үлкен нәрселерге қол жеткізеді бала. Рауан Кенжеханұлы, жаңағы сөзіңіздің жалғасы ретінде, бүгінгі күнде еліміздің аймақ мектептерінің арасында диспропорция бар екені жасырын емес. Білім сапасындағы, ол басындағы өзіңіз айтып отырған PISA зерттеулерінің нәтижесінде де пікір бар. Біздің аймақ мектептері мен орталықтағы мектептердің арасында білім көрсеткіштері, оқу, жазу, есеп шығарудағы айырмашылықтардың бар екені айтылады. Ал енді қазіргі кездегі маңызды мәселе осы теңсіздіктердің ішінде ол цифрлық теңсіздік дегенде бір актуалды мәселе. Жақында 23 мамырда ақш президент әкімшілігі жасанды интеллект бойынша жаңа стратегиялық жоспар қабылдаған екен. Оның жанында білім саласындағы жасанды интеллектті қалай келе жатқан сын қатерлерге пайдалана аламыз, оның мүмкіндіктерін қаншалықты кеңейтуге болады деген сұраққа байланысты. Біздің Қазақстандағы білім нарығында жасанды интеллект қандай рөл алады? Цифрлық білім беру бізде қандай қарқынмен қазір дамып жатыр? Ол өңірлерге біз оның мүмкіндіктерін жеткізе аламыз ба, қалай ойлайсыз? Жаңағы сұрақтың басына келетін болсақ, шынында да бізде білім беру жүйесіндегі дәл қазір ерекше күрделі және ең түйткілді мәселе бұл ауыл мектебі мен қала мектебінің арасындағы, арнаулы мектеп пен жай мектеп арасындағы, халықаралық мектеп пен өз мектебінің арасындағы өте үлкен алшақтық бар. Мәселен, сол PISA-ның нәтижесіне қарайтын болсақ, Назарбаев зияткерлік мектептерінің оқушысы мен қатардағы ауыл мектебінің оқушысының арасындағы алшақтық 6 жыл. Яғни ауыл мектебінің баласы неште оқитын өзінің қатарласын қуып жету үшін 6 жыл қосымша еңбек ету керек. Бұл өте үлкен айырмашылық. Соның ішінде мысалы PISA 3 нәрсе бойынша өлшейді білімді. Біреуі оқу сауаттылығы, екіншісі математика сауаттылығы, үшіншісі жаратылыстану пәндеріндегі сауаттылығы. Осы үшеуінің ішіндегі біздің ең төмен көрсеткішіміз бұл оқу сауаттылығы бойынша. Оқу сауаттылығы бойынша 2 және одан төмен нәтиже көрсететін балалардың үлесі Қазақстанда 60%. Бұл Ресеймен салыстырғанда 3 есе көп. ОEСР елдермен салыстырғанда 3 еседен артық.
яғни біздің балалар әріп таниды, әріптен сөз құрастыра алады, бірақ оқыған нәрсесін түсінбейді және өзінің ойын жеткізе алмайды. Бұл жай ғана пизаның ішіндегі бір көрсеткіш бойынша сондай бір келеңсіздік деп бағалауға болмайды. Шын мәнінде оқу сауаттылығының төмендігі бұл коммуникация қызметінің, коммуникациялық дағдының өте төмен екендігін көрсетеді. Ал коммуникацияға қажетті дағды болмағаннан кейін бала ары қарай дами алмайды. Өйткені сөйлесу жоқ, оқу жоқ, жазу жоқ. Ал ол дүниелер болмағаннан кейін ол қайтып дамиды. Сондықтан бұл жерде осы бір үлкен шын мәнінде қатер тұр. Осыны қайтсек біз енді алшақтықты жақындата аламыз. Соның да бір шұғыл шешім беретін амалдарын қарастыруымыз керек. Біз оны ұзақ уақытқа қалдыра алмаймыз. Жаңа мемлекет басшысының қолға алып жатқан жайлы мектебі, ол да соған жасалып отырған бір үлкен қадам. Өте жақсы. 800 мың жаңа оқушы орны пайда болады. Бірақ әйтсе де әлі кішкене жеткіліксіз. Біздің есебімізше Қазақстанға балалардың барлығын бір ауысымға ауыстыру үшін 3 мыңдай жаңа мектеп салыну керек. Ондай күш қуат қазір жоқ бізде. Сол себепті цифрландыру, яғни ілгері өте жақсы оқытатын мектептегі мазмұн, сондай мектептегі мұғалімнің тәжірибесі ең шалғай ауылдағы әр оқушыға жетуі қажет. Және оны іске асырудың амалы бар, ол осы технологиялар. Мысалы, біз жұмысымызды бастаған 2011 жылы Қазақстандағы интернеттің таралуы 30% болатын. Қазір енді бір 90%-ға жетіп қалды. 100% деп айтпай қояйық, шында да көп мектептерімізде әлі де интернеттің жылдамдығы қажетті деңгейде емес. Екіншіден, құрал жабдықтар. Ол кезде мүлде төмен болатын. Бірақ қазір мысалы мектептерде құрал жабдықтардың көлемі әлдеқайда көп. Бірақ одан да бұрын әр баланың қалтасында, қолында, әр мұғалімнің қолында өзінің құралы пайда болды. Ол осы құралдардың барлығы білім беруге көмектесе алады. Енді біз не істеп жатырмыз? Осы мысалы Назарбаев зияткерлік мектептерінің ең ілгері, ең мықты деген мұғалімдерін араластыра отырып, қазақстандық қазіргі жұмыс істеп отырған мектеп бағдарламасындағы барлық тақырыптарды цифрлы форматқа өткіздік. Бала мектепке келген сәттен бастап 11 сыныпқа дейін 39 пән бойынша 12300 тақырып егеріп шығу керек екен. 12300 тақырып. Параграфтардың саны. Енді цифрлы форматқа ауыстырған кезде білім берудің сапасы осы 12300 тақырыптың қаншауы балаға шын мәнінде қонды. Және қаншауының арасында өзара байланыс қалыптастыру арқылы баланың санасында қоршаған орта туралы бір түсінік пайда болды. Енді әрине бұл кішкене күрделі нәрсені бір қарапайым форматқа алып келуге тырысып жатырмыз. Цифрландырудың негізгі мақсаты да сол. Енді міне осы 12300 тақырыпты кез келген ауыл мектебіндегі кез келген оқушыға қолжетімді ету мүмкіндігі туып тұр. Біз соны жасадық. Және бұл жаңағыдай қыруар қаражат шығарып мектеп салу талап етпейді. Бірақ бұл басқа әдістеме қажет етеді. Бұл мұғалімдердің басқаша жұмыс істеуін талап етеді. Бұл мұғалімдердің мектептің ішіндегі жұмыс істеу әдістемесін өзгерту талап етеді. Бірақ шешім бар. Дүние жүзінде тура солай. Осының барлығы түрлі форматта, мысалы, осы 12300 тақырыптың әрқайсысы әртүрлі форматта берілуі мүмкін. Анимациялық мультфильм түрінде, видео түрінде, симулятор түрінде, тренажер түрінде, интерактивті сабақ түрінде, әдебиет мысалы аудио кітап түрінде, цифрлы текст түрінде келуі мүмкін. Әр бала бәрібір қалай болғанда да әртүрлі форматта оқығанды қалайды. Адамдардың бәрі әртүрлі. Біреу аудиал, біреу визуал, біреу таңертең жақсырақ оқиды, біреу кешке жақсырақ оқиды. Физиологиялық ерекшеліктер бар. Сондықтан барған сайын осы цифрлы құралдардың көмегімен біз әр баланың ерекшелігін ескере отырып, оқытудың әдістемесін қалыптастыра аламыз. Біз соған келе жатырмыз. Қазір осы құралдар Қазақстанда бар, және біз енді осы салада жүргеннен кейін, әлемдегі тәжірибені зерттеп қарап отырғаннан кейін, сеніммен айта аламыз, біз бұл салада кез келген ілгері мемлекеттердің деңгейіндеміз. Ал мына аймақта біздің тіпті Ресейде бұндай жүйелер жоқ деп анық айта аламын.
енді Орта Азияны былай қойғанда. Бірақ бізге керегі осы жүйелер белсенді қолданылу керек және олардың ары қарай дамуына жағдай керек. Соның ішінде сіз айтып отырған мына жаңағы жасанды интеллект осыған бір жағынан өте көп жағдай жасайды, көмек береді. Екінші жағынан қауіп қатерлері де бар. Біз қазір осындай жасанды интеллекттің көмегімен балаларға келетін есептердің саны мен таңдауын көбейте аламыз. Егер осы уақытқа дейін біз мысалы мұғалім іздеп ілгері жақсы оқиды, жақсы сабақ бере алатын мұғалімдердің қатарынан сценарист тауып, олар сабақтың сценарийін жазып бізге, сосын оның бір емес бірнеше вариантын жасап, бір тақырып бойынша берілетін есептердің қарапайым, күрделі және одан да қиын нұсқаларын да жасауға өте көп күш, уақыт, қаражат жұмсасақ, қазір осының барлығын бізге жасанды интеллект әп-сәтте дайындап беруге мүмкіндігі туып тұр. Және оның барлығы біздің жұмысымызға қазір кәдімгі кіріп жатыр. Басында біз де бір күмәндана қарап, қалай жұмыс істейді екен деп танысқан кезде бірден түсіне қойған жоқпыз. Бірақ жасанды интеллектпен жұмыс істеудің де өзінің талабы бар. Оған керегі дұрыс сұрақ қоя білу және дұрыс тапсырма беру. Егер оған тапсырма дұрыс берілсе, оны промпт дейді. Промптинг қазіргі ғылымда, қазіргі өмірде өте бір жаңа стилға, жаңа дағдыға айналып келе жатыр. Яғни жасанды интеллектпен әрекетке түсетін мамандар пайда болады. Оларды оқытуымыз керек. Егер дұрыс сұрақ қоя білсең, жасанды интеллект саған өте әдемі жауап береді. Сұрақты нашар қойсаң, керек жауабыңды ала алмайсың. Сол себепті қазіргі білім беру жүйесінде оның араласуы, кіруі сөзсіз көбейеді. Ықпалы да арта береді. Ал енді қатері тұрғысынан әрине балалар оның барлығын мұғалімдерден әлдеқайда тез игеріп кетіп жатыр. Қазіргі студенттердің арасында, оқушылардың арасында диплом жұмыстарын жасанды интеллектке жаздыру, есептерін жасанды интеллектке шығартып алу, үй жұмыстарын соған жасату кәдімгі өте көп жасалып жатыр. Күнделікті оның барлығы біз енді үйде өзіміздің баламыздың мысалында көріп отырмыз. Мұғалім оның бәрін біле бермейді. Балалар оның бәрін әкеп жатыр. 14-15 жастағы балалар кәдімгі күнделікті соны жұмысына алып кеп жатыр. Менің ойымша одан бір қорқудың, оны бір тоқтатудың қажеті жоқ. Ол мүмкін емес. Біз оны тоқтата алмаймыз да, шектей де алмаймыз. Бірақ соны білім беру барысына ақырындап ыңғайымен, ретімен бейімдеп алып келуіміз керек. Егер бала жасанды интеллектпен әрекеттесуге үйреніп шықса, дұрыс сұрақ қоюды игеріп шықса, ол ертең маман ретінде кез келген өзінің мәселесін әлдеқайда оңай, тез, жақсы шеше алады. Біз енді мына жаңа ұрпақ қалыптастыруда, оның сапасын көтеруде, соның ішінде осындай құралдарды да дұрыс қолдана білуіміз керек. Егер біз қазір оны шектеп, тоқтатып, қолданмаңдар, жаңағы тоқтатыңдар дегенге келетін болсақ, бұл өзімізді өзіміз шектейміз, тежейміз. Құралдар демекші, Рауан Кенжеханұлы, біз келесі сұрақта осы сұрақтың жалғасы, жақында әлеуметтік желіде енді барлығы деп айтпай қойық, мына Курсераға қатысты және де оның ресми серіктесі ретінде сіздердің ұйымдарыңыз жұмыс істеп жатыр. Бағанағы сұрағымыздың бір жауабы, біз мектеп саламыз, оқушыларды оқытамыз дейміз, ондағы кадрды дайындау мәселесі. Енді Курсераның курстары менің білуімше бұл жоғары оқу орнының студенттеріне арналған. Яғни біз 25 жылға дейін 800 мың мектеп орнын ұсынатын болсақ, одан кейінгі өзіңіз айтып отырған үлкен ауқымдағы мектептерді қажет дейтін болсақ, ондағы оқытатын мамандар, оның сапасы деген сұрақ алдымыздан шығады. Яғни Курсера осыған бағытталған деп түсінем. Және де осы әртүрлі пікірлерге қатысты өзіңіздің бір қысқаша жауабыңызды бере кетсеңіз. Курсераны біз енді о бастан Курсераны Қазақстанға алып келудегі және оны осындай кең көлемде қазақ тіліне аударып берудегі қажеттілікті не үшін қажет деп ойладық. Өйткені біздегі оқу орындарының, соның ішінде әсіресе жоғарғы оқу орындарының потенциалы шектеулі. Себебі көп жаңа курстарды қазіргі экономикаға қажетті дағдылар мен білімді беретін мамандар бізде тапшы болып тұр.
әсіресе аймақтық оқу орындарында. Мен өзім аймақтарда көп жұмыс істедім, жағдайды білем деп айта аламын. Ал енді Курсераның жақсы жері бұл дүние жүзіндегі ең жақсы, ең мықты деген 180 университеттің ең жақсы деген курстарын, мықты деген профессорларының қолынан шыққан курстарын бір жерге жинақтап отыр. Оған қосымша әлемдегі ілгері 85 үлкен алпауыт компаниялардың өздерінің қызметкерлерін оқытатын курстары бар. Олардың біліктілігін арттыратын курстары. Apple, Microsoft, Google, IBM деген сияқты. Солардың курстарының негізінде кәдімгі осы оқу орындарын немесе осы компаниялардың аты тұратын сертификат алып шығады. Мәселен, Google'дың киберқауіпсіздік маманының сертификаты. Одан шыққан адам Google'ға да барып жұмыс істей алады. Не болмаса келген Қазақстандағы немесе халықаралық компанияның талабына сәйкес сол киберқауіпсіздік талаптарын біледі деген сөз. Не болмаса Python деген қазіргі программалау код жазудың негізгі тіліне айналған дүние бар. Оны да оқып үйреніп шығудың осы Pythonды ойлап тапқан адамнан соның қатысуымен жасалған курс қазір қазақстандық студенттерге ашық тұр. Дата аналитика мысалы. Дата аналитика кез келген сала бойынша, маркетинг, менеджмент, қазіргі дүниеге қажетті ең қажетті деген мамандықтардың барлығын осы салаларды, осы мамандықтарды қалыптастырып отырған оқу орындарымен соны жасап шыққан адамдардың өздері курсты беріп отыр. Сондықтан осының барлығы аударылып қазақ тілінде біздің оқу орындарына ашылып отыр. Енді осы жерде жаңағы бұл жоба қалай жасалды, оған қаражат кім салды, қанша төледі деген сұрақтар көп қойылып жатыр. Бір жағынан маған да кейбір осындай қойылатын сұрақтарға анық жауап беру қажет еді. Біріншіден, біз аударма жұмысын толықтай өз қаражатымызға жасап жатырмыз. Қазір Курсераның 100 курсы қазақ тіліне аударылды. Біз оған ешкімнен ешқандай қаражат алған жоқпыз, ол таза өзіміздің бұл салаға салған, осы жобаға салған үлесіміз. Ал Қазақстан халқына қоры жоғарғы білім министрлігінің ұсынысы бойынша Қазақстандағы 25 аймақтық жоғарғы оқу орындарының 20 мың студентіне курстарына ашып беруге өтініш айтты. Сол Қазақстан халқына қоры осыған қажетті қаражатты Курсераға тікелей төледі. Және Курсера енді бұл қайырымдылық қор болғаннан кейін өте жақсы жеңілдетілген баға берді. Сонымен соның арқасында біз аударып шықтық. Қазақстан халқына қайырымдылық қоры Курсераға тікелей қаражат төледі. Ол қаражат бізге келген жоқ. Жоғарғы білім министрлігі және оған қарасты 25 аймақтық университет Курсераға жұмыс істеуге мүмкіндік алды. 20 мың студентіне осы ашылып берілді. Яғни орталықтағы емес, облыстардағы аймақтық оқу орындары. Орталықтағы емес. Барлық біздің жобаға қатысып отырған университеттер негізінен аймақтық. Тек екі ғана Алматыдағы университет қосылды. Олар екеуі де педагогика бағытындағы, біреуі ЖМП, екіншісі Абай атындағы педагогика университеті. Қалғандарының барлығы біздің аймақтардағы өңірлік оқу орындары. Енді қараңыздар, осы жоба басталғалы бері жаңағы 20 мың студентке лицензиялар таратылып берілді. Яғни олар сонымен Курсераға кіріп жұмыс істей бастады. Алғаш берілген ақпан айында болатын. Сол ақпан, наурыз, сәуір, міне мамыр айлары 4 айдың ішінде 20 мың студент 36 мың курсқа тіркелді Курсерадағы. 36 мың курстың 23 мың курсын олар тамамдап шықты. Курсерада completion rate деген ұғым бар. Яғни студент қанша курсты алды және қаншауын бітірді. Бізде қазір осы completion rate деген көрсеткіш 100%-дің үстінде. Яғни 20 мың адам келді, бірақ 22 мың курс аяқталды. Әрбір студент кемінде бір курс бітіріп жатыр, көбі әлдеқайда көп курстар тамамдап жатыр. Кейбір студенттер оның үстінде курсты аяқтап бітіріп, өздерінің портфолиоларын құрастырып, енді жұмыс берушілермен сөйлесіп жатыр. Мен Стэнфордтың, Йель университетінің, Колумбия университетінің, Google'дың осындай курстарын аяқтадым. Білімімді тексеріңіздер, біз дайынбыз деп. Өткен аптада осындай бір шара болып, соған Шәкәрім университетінің Семейдегі, одан кейін Атыраудағы университеттің студенттері келіп, өздерінің жетістіктерін көрсетіп жатыр. Біз өзіміз де өте қатты қуанып қалдық. Осы курстардың негізгі бөлігі қазақша оқылып жатыр. Одан кейін барып ағылшын тілінде оқылып жатыр. Және үшінші кезекте орыс тілінде. Бір жағынан біздің білім беру жүйесіндегі демографиялық жағдай да қатты өзгерген. Көп оқу орындарындағы біраз студенттер ағылшын тілінде оқуға да қауқарлы екендігін көрсетіп жатыр.
Сондықтан біз осы жобаға жауапты мекеме ретінде, топ ретінде бұның біздің елге берері мол, өте сауапты және қажетті дүние екендігіне кәміл сенеміз. Қаражатына байланысты жаңа түсіндіріп айттым, біз бұдан биыл мына жоба басталып жатқан жылы бір тиын пайда тауып отырған жоқпыз, бұның барлығы инвестициялар. Яғни біз де бұл жобаға министрлікпен бірге және Қазақстан халқына қормен бірге үлес қосып жатырмыз. Яғни аударманы толықтай өз ақшамызға жасап жатырмыз. Енді ары қарай әрине бұлардың бір қайтарымы болады деген жоспарымыз бар, бірақ әзірше осындай. Бізді қатты қуантатыны жаңағы қазір жобаға кіріп, соны қолданып жатқан студенттердің қызығушылығы, олардың курстармен өте осындай тығыз жақсы жұмыс істей бастауы, және оқу орындарының жаңа оқу жылынан бастап Курсерадағы осы маңызды деген курстарда студенттерге кредит беруге мүмкіндік беруі. Яғни курстарды аяқтау арқылы олар оқу барысында кредиттерін жабуға мүмкіндік екі жақты тиімді. Сондықтан былай да тиімді, былай да тиімді. Сол арқылы оқу орындары өздерінің студенттеріне кәдімгі өте жақсы мүмкіндік береді. Мысалы, мен Қызылордада жұмыс істедім, Қызылордадағы Қорытата университетінің студенттері Стэнфордтың курстарымен оқиды. Қандай керемет. Сондықтан ешқандай бізде бір бұған байланысты үй алу да, ыңғайсыздану да жоқ, керісінше мақтанамыз. Білім беру жүйесіне де және Қазақстанға да өте қажет жоба деп білеміз. Бұл білім саласында теңсіздікті азайтуға да бір үлкен әсер ететін сияқты. Әрине содан шықтық қой және. Мына теңсіздік шынында да өте күрделі мәселе. Орталық университеттермен, халықаралық университеттермен, мысалы Назарбаев университеті мен аймақтық университеттің мүмкіндіктері жер мен көктей. Маман тарту тұрғысынан. Мәселен, Назарбаев университеті неге сондай мықты? Мойындауымыз керек. Шында да халықаралық деңгейде, әлемдік деңгейде білім беріп жатыр. Себебі оқытатын профессорлардың дені негізгі бөлігі шетелден шақырылған, өте тәжірибелі. Гарвардта, Стэнфордта, Колумбияда жұмыс істеген мамандар. Олар сол талапты да біледі, өздерінің білігі де өте жоғары, және студенттермен жұмыс істеу әдістемесі де мүлде басқа. Бірақ енді тура осы Назарбаев университетінің іске асырып жатқан нәрсесін біз Курсераның арқасында басқаша цифрлы технологияның көмегімен алып келіп жатырмыз. Енді аймақтық оқу орындарының да студенттері дүние жүзіндегі ең мықты деген мамандардың курстарының негізінде және өз тілінде сабақ білім алып жатыр. Болашақ бағдарламасы керемет нәрсе. Енді өз ортамызда қаншама жігіттер, қыздар соның арқасында кәдімгідей үлкен мүмкіндік алды. Мынау да сол болашақтың бір формасы ғой. Егер біз бұған дейін сол болашақ тізіміне кірген мықты университеттерге уақыт бөліп, үлкен қаражат бөліп мемлекеттен әке-шешеміздің пәтерін жаңағы кепілге қойып барып оқитын болсақ, енді соның барлығы Курсераның арқасында міне келіп дайын тұр. 180 ең мықты университеттің ең жақсы деген курстары қазақ тіліне аударылып, біздің оқу орындарына, біздің нарыққа келіп тұр. Сондықтан бұл керек десеңіз де сол болашақтың да бір жаңа формасы секілді. Және де бұл үрдіс біздегі шетелдік университеттердің филиалдары ашылып жатыр, бір жақсы үйлесім табатын сияқты. Енді Рауан Кенжеханұлы, сіздің басындағы сөзіңізден бастап қарайтын болсақ, құндылықтар туралы айттық, ұлттық мектептер туралы айттық, ел азаматын тәрбиелеу туралы айттық, және Курсераны қазақшаға аудару туралы айттық. Осының барлығының тұла бойында бір құндылық мәселесі бар. Содан кейін ортақ біздің код, ол қазақ тілі деген мәселе. Қазақ тіліне жанашырлығыңыз туралы біз әртүрлі жобаларыңыздан тіпті 100 жаңа оқулық, оның өзі үлкен бір білім саласына ізденіске үлкен өзгеріс алып келген сияқты. Енді қазақ тілі туралы тоқтала кетсеңіз, қазақ тілін қазір дамытуда қарқыны қандай, оның лайықты әдіснамасы қалыптасты ма? Тіпті әртүрлі азаматтар тілді оқуымыз келеді, бірақ тиімді методика жоқ дегенде пікір айтып жатады. Нақты әдіснамасын біз қалыптастыра алдық па? Жаңа айттық қой, PISA-ның ішіндегі ең біздің төмен көрсеткішіміз оқу сауаттылығы төңірегінде деп. Бұл ұзақ мерзімге салынып отырған үлкен қауіп. Былай біз үнемі бір жарылып кетуге қаупі бар бомба секілді. Себебі қазіргі біздің білім беру жүйесінде мектепте біз осы оқу сауаттылығын қалыптастыра алмай отырмыз, және ол қазір 75-80%-ға жуығы қазақ тілінде оқитын балалардың арасындағы жағдай.
Енді тілдік процеске келетін болсақ, біз енді үнемі қадағалап зерттеп отыруға тырысамыз. Тіл және білім беру бір-бірінен ажырамайтын ұғымдар. Себебі білім берудің негізгі құралы ол тіл. Егер мұғалім, мектеп және оқушы, ата-ана сол тілді дұрыс меңгермесе, ол тілде қатынасқа түсе алмаса, тиімді форматта, онда білім жинау өте қиын. Жалпы білім алу мүмкін емес болып қалады. Сондықтан енді тілдік процестерге қарайтын болсақ, қазір бізді қатты алаңдататын нәрсе, енді өзге ұлттарды былай қояйық, онда келерміз қазір, бірақ біз өз арамызда, қазақтың арасында ана тілінде, екінші тілде жетік меңгермей шығып жатырмыз. Мектептен шыққан балалардың қазіргі ең үлкен трагедиясы сол. Мысалы, біз тіл білімінде полиязычие деген нәрсені көп насихаттадық. Яғни көп тілділікті. Екі тіл, одан да көп тіл біліп шығайық деп, әдемі идея. Бірақ соның жетегінде көп жүріп қалдық та, біз қазір поли емес, полуязычие деген ұғымға, сондай феноменге келдік. Яғни жартылай тіл. Жарым-жартылай. Жарым-жартылай. Ондай да ұғым бар лингвистикада. Яғни қоғам, орта, бірде-бір тілде жетік білмейді. Бірде-бір тілді жетік білмей шығады. Екі тіл, үш тіл игереміз деген бір қиын нәрсенің артынан соның жетегінде жүрген кезде біз негізгі тілімізді де, ана тілімізді де толық меңгермей шығамыз. Екінші тілді де білмей шығамыз. Қазір енді ашыда болса шындық, біздің мектеп түлектерінің арасында, жоғары оқу орындарында оқитын жас жаңа буынның арасында осындай бір өте күрделі жағдай белең алып келе жатыр. Оны тез өзгертудің, тез жетілдіріп алып кетудің амалдарын табу қазір қиын болады. Әрине, амалдау керек, оны іздеу керек. Бірақ бірінші кезекте менің ойымша, дәл қазір мектепте оқып жатқан балаларға осыны өзгертудің тез басқа бір амалдарын қарау керек. Ол үшін менің ойымша тілді оқыту, әдебиетті оқыту, тарихты оқыту, осы гуманитарлық циклге қайтадан қарауымыз керек. Өйткені соңғы 10 жылда бізде жүрген білім беру мазмұнын жаңарту процесінде біз бұларға мүлде назар аудармадық. Біз негізінен математикаға, физика, химия, биология, ағылшын тілі, информатикаға ден қойдық. Бұларды оқытудың әдістемесі көп қаралды, көп жетілді, шынында да жаман емес. Қазір бізге керегі жаңа заманда, қазіргі жағдайда біз тілді қалай оқытуымыз керек. Тілдік құзыреттерді, компетенцияларды қалай қалыптастыруымыз керек. Одан кейін оқу мәдениеті мен оқу сауаттылығын қалай арттырамыз. Соның ішінде әдебиетті қалай оқытуымыз керек. Қазақ әдебиетін бөлек оқыту керек па? Әлем әдебиетін қалай кіріктіреміз? Орыс әдебиетін бөлек оқыту қажет па бізге қазіргі жағдайда? Содан кейін әдебиетті не үшін оқытамыз жалпы? Әдістемені қарайтын болсақ, бұндағы бірінші негізгі мақсат, әсіресе бастауыш мектепте, бұл тілдік аппаратты қалыптастыру. Яғни әр жаста бала игеріп шығуы тиіс лексикалық минимум бар. Білуі тиіс сөздердің қоры, сөздік қоры. Сол сөздік қорын қалыптастыруға тәрбие жұмысы, балабақшадағы тәрбие жұмысы, үйдегі тәрбие жұмысы, мектептегі тәрбие жұмысы нақты бағытталу керек. Егер бала 7 жаста 1000 сөз білу керек болатын болса, яғни сол 1000 сөзді біз қалыптастыруымыз керек. Тақпақ арқылы, өлең арқылы, ертек арқылы, аңыз арқылы, әңгіме арқылы деген секілді. Ал енді ол аңыз, әңгіме, тақпақтар қандай болу керек деген келетін болса, онда келесі сұрақ, ол қандай идеяларды алып келу керек бала. Сүйіспеншілік, достық, әділеттілік, шыншылдық, ата-ана, мейірімділік деген сияқты құндылықтар. Өйткені кез келген әдеби шығарма, кішкентай 4 жол бір шумақ өлеңнен бастап, үлкен әңгіме, романға дейін бәрібір бір құндылықтарды алып келеді. Сол тұрғыдан оларды таңдап алады. Менің ойымша біз қазір осы әдебиет пен тілді оқытудың жаңа әдістемесіне ден қоюымыз керек. Онсыз біз тілдік құзыреттерді қалыптастыра алмаймыз. Тілді бөлек оқытамыз, тілдің әдістемесін бөлек қараймыз, ал мектеп бөлек деген сөз ол кішкене қате. Мектептегі білім беруді жөндемей, мектептегі соның ішінде өзге тілді оқитын балаларға қазақ тілін үйретудің әдістемесін жөндемей, мына мектептен тыс жалпы өмірдегі ересектердің арасындағы тілді оқытамыз деген нәрсе ол бос. Сондықтан менің ойымша бірінші кезекте осыдан бастау керек. Екіншісі, кез келген тілді оқытудағы ең маңызды нәрсе бұл
қажеттілік. Егер қажеттілік болмаса, сен тілді меңгеріп шықпайсың. Енді өзімізде мысалы ағылшын тілін оқу арқылы өттік, 4-ші тілді оқыдық, мәселен түрік тілін игердік. Бұның барлығында да сен өте көп еңбек етуің керек. Және кез келген тілді игерген кезде толықтай қажетсіз жаман методика жоқ. Және бір әдістемемен толық бәрін игеріп шығу да мүмкін емес. Әртүрлі құралдарды алмастырып жасайсың. Кино көресің ағылшын тілінде, не болмаса ән тыңдайсың, кітап оқисың, оқулықпен жұмыс істейсің, адамдармен сөйлесесің, мұғалімнің сабағына қатысасың, барлығы пайдалы. Және олардың барлығын үнемі ауыстырып отыру, өйткені бір ғана нәрсе жалықтырады, шаршатады, құрал өте көп болу керек. Сондықтан қазақ тілін оқитын, игеретін адамға да сондай таңдау мейлінше көбею керек. Ол тек әдістеменің ғана мәселесі емес. Ол қазақ тілінде көпшілікке қызықты контенттің мол болуында. Кино дайын тұру керек көретін, ән көп болу керек. Тіпті жаңағы бір ойын сауық төңірегіндегі интертейменттің материалдары қазақ тілінде болу керек. Өйткені егер мазмұн арқылы қазақ тілін оқушы адам оған қызығып келмесе, бірінші кезекте сол тілдегі мазмұнға қызықпаса, оқушы адам, ол оны игермейді. Сондықтан бұның барлығы күрделі, бірін-бірі толықтыратын, бірін-бірі қолдайтын процесс. Бірақ бізге десе, менің ойымша, бірінші кезекте біз осы мектептегі, соның ішінде басқа емес қазақ тілінде сабақ беретін мектептердегі тіл мәдениетін қалыптастыру, тілдік құзыреттерді дамыту және соның ішінде гуманитарлық пәндерді оқытудың әдістемесі мен мазмұнына қазірден бастап өте қатты ден қоюымыз керек. Колумбия профессоры Андреас Вимер өзінің ұлт құру неліктен кейбір елдер бірігіп, кейбіреулер ыдырайды деген кітабында ұлт құру процесіне ықпал ететін негізгі факторларды айтады. Соның ішінде үшеуі ол азаматтық қоғамның дамуы, одан кейін қоғамдық игіліктерді теңдей бөліп беру және де ортақ коммуникацияның болуы. Ортақ коммуникация деген кезде жаңағы тіл мәселесіне келіп тірелеміз. Ал енді тіл дегеніміз бұл ғалымның пікірі бойынша тілдік әрі алуандық ұлт құру үрдісін бәсеңдетеді дейді. Ал енді ортақ тіл ол жалпы ұлттық тұтастыққа тікелей ықпал етеді дейді. Жалпы тарихта мынау француздардың, итальяндықтардың мысалдарын қарайтын болсақ, оларда да біз Италияны құрдық, енді итальяндықтарды құрайық деген мәселе бар ғой. Тіл мәселесін оларда ұлт құру процесінде өте биікке қойған. Ал енді біздің ұлт құру үрдісінде жалпы тіл мәселесі қандай орын алады деп ойлайсыз? Сөзсіз алдында сұрақта да өзіңіз айтып қалдыңыз, ұлттық кодымыз тіл ғой деп. Кез келген ұлттың ішінде де коды ол тіл. Өйткені тіл тек коммуникация ғана құралы ғана емес, сонымен бірге ол ішіндегі көптеген сол тілде сөйлейтін адамға ғана түсінікті белгілердің, символдардың, астарлы дүниелердің өзінше бір микрокосмосы. Сондықтан да қазақ тілінде сөйлейтін ортадағы талқыланатын мәселелер, ол ортаға түсінікті құндылықтар орыс тілінде сөйлейтін ортадан бөлек болады. Және ол үшін ашуланудың, ренжудің қажеті жоқ. Ол табиғи түрде солай. Қазақша мектеп бітірген орта мен орысша мектеп бітірген ортаның дүниетанымы да, көзқарасы да әртүрлі болады, ол да түсінікті. Ол мектептердің әртүрлі нәрсе насихаттауында емес себебі. Ол әртүрлі тілде оқытып жатыр. Кез келген тіл өзінше бөлек микрокосмос. Сол себепті шында да біз үшін ұлт ретінде ұйысып дамуымызға негіз болатын ол тіл. Бірақ жай ғана тіл білейік деген жеткіліксіз. Бізге ол тілде осы орта біз сізбен, мен үйге барып бала шағаммен, достарыммен талқылайтын тағы ортақ тақырыптар керек сол тілде. Ал олар идеялар, мазмұн болу керек. Кино шығып жату керек, әдебиет жазылып жату керек, шығармалар шығып жату керек. Енді өкінішке қарай қазір бізде қазақ тіліндегі ортаның талқылайтын идеялары көп емес. Өйткені мазмұн жасалып жатқан жоқ қазақ тілінде. Кезінде, мысалы, мен бала кезде есімде ауылға бардым нағашыларыма. Кешке шайдың үстінде қой бағып келген сол үйдің үлкені ағамыз келді да кітап айтып жатыр. Газет оқыған. Сол газетте Олжас Сүлейменовтің Азия деген кітабы шығыпты деп әңгіме айтып отыр.
яғни сол тілде сөйлейтін тіпті ауылдағы кішкентай ғана отбасындағы талқыланатын тақырып идея төңірегінде болды. Қазір біздің байқайтынымыз көп қазақ тіліндегі сөйлейтін ортадағы талқыланатын нәрсенің барлығы бұндай идеялар емес. Олардың барлығы бір саяси өсекке, сондай бір тартысқа, соған кетіп қалды. Адам талқылаймыз, идея талқыламаймыз. Кім қайда барды, кім қайда тағайындалды, кім не істеп қойды деген сияқты дүниенің төңірегінде. Кімнің қандай тойы болып жатыр. Осының барлығы өкінішке орай осы талқы деңгейі және талқының мазмұны идеялардан адамдарға бір сондай бір кішкене ұлтты өсіретін, адамды өсіретін дүниелерден кішкене алыстап бара жатыр. Яғни бізге бірінші кезекте тіл керек, ортақ платформа ретінде. Екінші кезекте сол тілде талқыланатын мазмұн керек, идеялар керек. Және ол мазмұндар мен ол идеялардың деңгейі өскен сайын ұлт сонымен бірге өседі. Мысалы, отбасында не болмаса бір достарың арасында отырған кезде не талқылаймыз? Не нәрсе бізді қызықтырады? Және ол талқының барысында бір кейде арагідік бір келіспеушілік те болуы мүмкін. Ол да біздің өсуімізге түрткі болатын, көмектесетін нәрсе. Бірақ егер ол келіспеушілік идеялар төңірегінде болса, оның потенциалы өте жоғары. Ал егер ол келіспеушілік сен мені сыйлайсың ба, сыйламайсың ба деген төңірегінде болса, онда ол бізді ілгері жетелейтін конфликт емес. Сол себепті менің ойымша біз сонымен бірге осы сол тілде талқыланатын идеялар мен мазмұнды да қажет болса қазір жасанды қалыптастыруымыз керек. Және оның талқысын өте жоғары деңгейге шығаруымыз керек. Әпедемі фильмдер шығып жатыр қазақ тілінде. Біздің тарихқа қатысты, біздің 20 ғасырдағы трагедияларымызға қатысты, немесе керісінше бір мақтанатын дүниелерге қатысты. Бірақ олардың барлығы бір шағын ортада ғана талқыланып, шағын ортада ғана қаралып қалып қойып жатыр. Ұлт деңгейінде. Тіпті болмаса Қазақстанның ішінде тек қана қазақ емес өзге ұлт өкілдері де талқыға араласатындай деңгейге шығып жатқан жоқ. Ол үшін менің ойымша элитаның өзі осы талқыға белсенді кіру керек, араласуы тиіс. Мәселен, Алашқа қатысты фильм шықты ма, не болмаса Әуезовтің образына қатысты жаңа нәрсе шықты ма, ол шығарма болуы мүмкін, ол әңгіме болуы мүмкін, ол кино болуы мүмкін, ол директ фильм болуы мүмкін. Бірақ сол туралы пікір айту өте жоғары деңгейде міндет ретінде қаралу керек секілді. Сол айтылған пікірдің төңірегінде түрлі талқы болу керек. Ол талқыны әртүрлі болуы мүмкін. Біреуге ұнауы мүмкін, біреуге ұнамауы мүмкін, отырған ештеңе жоқ. Сонда біз ұлт ретінде ұйысамыз. Өйткені біздің тіпті енді ұлт дегенне ол бір ортақ құндылықтары, ортақ мақсаттары, бір жалпы ортақ дүниелері бар адамдардың үлкен бір ортасы. Бірақ ол отбасылардан құралады, ол достардың ортасынан құралады, пікірлес, ниеттес бірге жүрген. Біз өзара нені талқылаймыз? Сол талқы ұлтқа да ортақ болады. Неғұрлым осындай тақырыптарды талқылайтын, соны әңгімеге өзек ететін орта көбейсе, соғұрлым ұлттың да деңгейі мен сапасы арта береді. Енді біз енді соны елестетіп отырған сияқтымыз, қалай болуы керек. Бізге десе бұның бір ұлт құрудың механикасы осындай болып көріледі. Мүмкін қарапайым болып көрінетін шығар, бірақ нақты. Өйткені кейде біз өте көп айтамыз, үйту керек, бүйту керек деп, ал нақты не істеу керек деген кезде тосылып қаламыз. Мысалы біз сөйлесіп отырмыз. Мен ойымша осындай талқыда көп болу керек. Әр жерде, барлық аймақтарда, барлық оқу орындарында студенттер, оқушылар осы тақырыптарға байланысты пікір алмасса, ашық талқы жүрсе, нарратив қалыптасса. Сонда, бірақ мысалы бір уақытта Қазақстандағы 160, қазір 130 жоғарғы оқу орны бар, 800 колледж бар, 7400 мектеп бар. Бір шыққан, жарқ етіп шыққан шығарма не болмаса фильм, солардың бәрінде бір уақытта талқыланса осындай болып, қаншама адам соған ортақтасады, қаншама пікір айтылады. Жарайды, кейбір жерде бір қызыл кеңірдек болып талассын, ол да жаман емес. Бірақ сол арқылы барлық ойланады. Сол арқылы адамдар бірдеңе оқиды. Оқу деген сөз, ойлану деген сөз.
Менің ойымша осындай бір мазмұн төңірегіндегі, идея төңірегіндегі қазақ тіліндегі талқыны көбейтуіміз керек. Сонда тілдің де сапасы артады, оның қолданысы да күшейеді, және адамдардың қызығушылығы да арта береді түрлі нәрселерге. Жаңа елестету деп жақсы айтып қалдыңыз. Андерсонның Imagine Community деген еңбегі бар ғой. Елестетілген қауымдастық былайша айтқан кезде біз өзімізді қалай деп елестетеміз, солай біз қалыптасамыз. Nation is narration деген концепция бар ғой. Яғни біз қоғамда өзіңіз айтып отырғандай ұлт деңгейіндегі нарративті біз қалай қалыптастырсақ, біздегі құндылықтар жүйесі де, біздегі ұлт құру процесі де соған қарай бет бұрмақшы деп айтуға болады. Шыны керек, қоғамда, қазақ қоғамда ғана емес, әлемде әртүрлі мемлекеттерде қоғамды біріктіруші идея, қоғамда бір консенсуспен диалог қалып келетін бір идеяларға деген сұраныс бар, шыны керек. Және де бір ұлтты алға қарай жетелейтін ондай бір идеялар азаматтық секторда, жеке секторда да пісіп жетіліп жатады. Кейде мемлекет тарапынан бір қоғамға тұжырымдама, бағдарлама ретінде де ұсынылып жатады. Тіпті ақш-тағы Make America Great Again дейді, Қытайдағы Чунгомың дейді, жаңағыдай Қытай арманы, сондай концепцияны ұсынып жатыр. Біздің Қазақстанда да оны болған жоқ деп айта алмаймыз. Бізде де Қазақстан 2030 стратегиялық бағдарламасы болды. Тарих толқында халық және де рухани жаңғыру бағдарламасы. Кезінде Азия барысы боламыз дегенде бір концепция болды. Енді қалай ойлайсыз? Кейбір еңбектерде айтады, жаңа ideology is dead деген сияқты идеология өлді деп те айтып жатады. Қазіргі кезде осындай бір бағдарлама бізге бір идеологиялық бағыт керек пе, әлде ол құндылықтар деңгейінде, идеялар төңірегінде тарап отырған дұрыс па? Сөзсіз керек. Өйткені адам баласы сондай бір идеялармен өмір сүреді. Бала туғаннан бастап, мен кіммін, қайда барамын, мен әке-шешем кім, менің ата-бабам кім болды, батыр болды, би болды, мен де солардың жолын қуам деген сияқты ойлармен өседі ғой. Сол арқылы өзіне бір өзінің кім болатындығын, кім болғысы келетіндігін де айқындайды. Осындай отбасының ішіндегі, әулеттегі мазмұн неғұрлым күшті болса, соғұрлым ол бала рухты болып шығады ғой. Өйткені ол ата-бабасының сондай мықты болғандығын білетін болса, менің де бойымда соның ұшқыны бар дегенді анық біледі. Және оны әкесі, анасы айтып бойына сіңіре береді. Сол арқылы ол кәдімгі үйден өсіп шығады, қанаттанып шығады. Егер оның барлығы болмаса, ол ондай бала үйден ондай бір күшсіз, қолдаусыз, қуатсыз, қорқып, далада не болып жатқан, сыртта не болып жатқанын білмей, өзінің артында бір қуат жоқ екендігін біліп шығатын болса, ол көп нәрсеге жете алмайды. Ұлт та тура сол сияқты менің ойымша. Ұлттың бізге сөзсіз керегі оның үлкен зор өткені, тарихын кәдімгі жеткізе білу керек. Біз ұлы, үлкен өркениеттің мұрагеріміз. Көшпенділер өркениеті. Оның дүниеге бергені сөзсіз өте мол. Ғылымда, білімде, әдебиетте, өнерде, қай-қайсысы болатын болса. Бірақ соны жүйелеп, реттеп, қазір жазып жатқан жаңа тарих соған бір алып келетін жақсы амал ғой деп ойлаймын. Және онда да ешқандай мифтардан қорқудың керек жоқ. Жаңа кейде факт іздейміз деп, содан кейін өзіміз бір кішкене қорғалатын жағдайға барамыз. Барлығы миф дүниеде. Жаңа айтып отырған Imagine Community. Адамдар бірге екендігіне сену арқылы бірге болады. Егер олар сенбейтін болса, оны біріктіріп тұрған қан емес, оның бірінші кезекте сенім. Мен сізге сенемін, сіз маған сенесіз, біз бауырмыз, біз бір елдің азаматымыз, біз осы ел үшін жан беруге, жан тапсыруға дайынбыз. Бітті. Біз бірге иықтасып, тіресіп тұруға дайынбыз кез келген жағдайда. Осы идея бізді бауыр етеді, осы идея бізді бір ұлттың өкілі етеді. Ал енді ол жаңағы қан арқылы, ген арқылы берілді деген нәрсе, енді шын мәнінде оның нақты негізі жоқ қой. Соны дәлелдеп жазған жаңағы кітаптар. Тура сол сияқты бұнда да сол жаңағы отбасында берілген тәрбиенің күші неде? Осында. Мектепте берілген білім мен рухтың күші неде? Осында. Сол себепті де білім мазмұны сол тұрғыдан құрастырылады. Сен мақсатың джентльмен болып шығу. Сен кез келген жерде Ұлыбритания королевасының өкілісің. Бітті, ол мектептен шыққан кезде өзін кез келген ұлт өкілінен жоғары ұстап тұр. Ағылшын азаматынан джентльменіне тән тәкаппарлық, өзін сондай биік ұстауы,
кез келген жерде бекзаттық, кез келген жерде өзін сондай сенімді ұстауы. Кез келген мен табаным жерген тиген жер менікі деп ойлайды ол. Өйткені оны солай тәрбиелеген. Оның барлығы ой бірінші кезекте, сана, мазмұн. Сондықтан бізге де мен ойымша осы жерде бір жағынан өткен туралы да және болашақ туралы да сондай миф құрастырудан қорқудың керегі жоқ. Және ол мифтер неғұрлым рухты болса, неғұрлым биік болса, соғұрлым жақсы. Соғұрлым біз өзімізге сенімдірек болып шығамыз. Ал енді тарихта анау болды, мынау болмады деп қызыл кеңірдек бір-бірімізді жоққа шығаратын болсақ, біз алысқа бара алмаймыз. Бәрібір тарихтың барлығы мамандармен жазылады, адамдармен, және бір мақсатпен жазылады. Және заман өзгерген сайын тарих әртүрлі болып жазылады. Ал енді мына текстер соның ішінде сол елдің тілінде жазылатын мазмұн, нарратив осының сөзсіз ең күшті қуатты құралы. Кейде ол саяси текстер болуы мүмкін, бірақ енді ол оның жаңағы пәрмені ондай мықты болмайды. Кеше ғана бір әдебиетке қатысты талқыда естіп қалдық. Мысалы, француздар үшін Дюманың шығармашылығы үш ноян. Бала кезден бәріміз біледі. Сол француздардың рухын қалыптастыруға қандай үлкен ықпал еткен. Өйткені қазірге дейін француз футболының ұраны бәріміз біріміз, біріміз бір үшін. Немесе француз әскерінің де ұраны соның төңірегінде. Бір ғана әдебиеттегі бір шығарма, бір 3-4 сондай ер жүрек, елін сүйетін, Францияға қызмет етеміз деп тұрған благораша авантюрист, жауынгердің образларының төңірегінде бүкіл Францияның рухы қалыптасты. Авантюристік бар, елін сүйгіштік бар, толықтай бір соған берілгендік бар, және жаңағы кішкентай ғана айтылған сөз. Біріміз бәріміз үшін, бәріміз біріміз үшін. Сол ұлтты ұйыстырды. Сол кезде. Бірақ дәл қазіргі Францияға ол келмеуі мүмкін, өзгеріп кетті. Қазір француз ұлты жоқ. Париждіктер айтады екен, Париж бір кезде француздар өмір сүрген қала дейді. Сондықтан әр заманда өзінің нарративі керек. Сол кезде үш ноян француздардың бірігуіне, рухтануына, күшеюіне қандай күшті әсер еткен шығарма болып шықты. Бізге де қазір дәл осы сәтте қазіргі жағдайға, қазіргі контекстке сәйкес келетін осындай мазмұн керек. Және оны керек болса, мүмкін жасанды түрде жаздыруға да болатын шығар, байқау керек болатын шығар. Ұлттық әдебиеттің орны үлкен дейсіз ол жерде. Ұлттық әдебиеттің, ұлттық мазмұндың, ол әдебиет болуы мүмкін, ол кино болуы мүмкін. Ол тіпті осындай талқы болуы мүмкін. Ол жекелеген адамдардың өмір мысалы болуы мүмкін. Жеткен жетістіктері. Бірақ соларды іріктеп алып көрсету, жоғары шығару, қолдау, соны мысал етіп көрсету, тарату, менің ойымша идеологиялық жұмыс қазір осының төңірегінде. Енді өзімізде мемлекеттік қызметте болдық, түрлі тексті жазуға да көп араластық. Ол да керек. Бірақ шын мәніндегі қуатты нәрсе ол емес. Адамдарды рухтандыра алатын, біріктіре алатын, күшейте алатын. Ол кәдімгі өмірге жақын, балаға да үлкенге де түсінікті. Содан кейін жаңағы бір үш ноян секілді қарапайым өмірден шыққан адамдардың мысалы. Бұл енді бір жеке ғана мысал. Енді әлемдегі әдебиет тарихын, кино тарихын қарайтын болса ондай нәрселер көп. Бүтіндей бір ұлтты үйістіріп, дамытып, алып кел соларды рухтандырған шығармалар. Керек болса соларды талып зерттеп қарауға болатын шығар. Бірақ Дюма сондай оймен жасады дегенге мен сенбеймін. Ол жай дөп түсті. Тура сол кезде сондай шығарма жазды, өзінің ойындағы, бірақ енді ол да кешегі бала, ол да сондай бір әдемі оқиғаға әдемі тұлғалар болуы мүмкін, соған сенгісі келді. Соны жазды, және оның замандастары кейін бүкіл әлем соған, оларға да сол сюжет, сондай образдар, сондай батырлар сол заманның өте тартымды болып көрінді. Бірақ сол бір ғана шығарманың өзі бүкіл Франция тарихына, рухына, ұлтына қалай қатты әсер етті. Ең бастысы бұл тақырып қоғамдық дискурсқа түсті, бұл талқыланып, пісіп жетіліп, бір нақты бір инструменттерде, контурларда қалыптасатын сияқты. Құрметті Рауан Кенжеханұлы, біздің студиямызға келіп, осындай қадау-қадау мәселелер туралы өзіңіздің
мазмұнды пікір білдіргеніңізге көп рахмет айтамыз. Рахмет. Студиямызда болған Білім Медиа Групп басшысы Рауан Кенжеханұлы, көп рахмет. Аман болыңыздар, рахмет.